Қазақстан Еуроодаққа кіре ала ма? Қазіргі таңда Қазақстан Еуроодақтың мүшесі емес. Географиялық тұрғыда елдің тек аз бөлігі ғана Еуропаға кіреді. Ал ЕО-ға мүше болу үшін тек қана география емес, саяси жүйе, экономика, заңдар және демократиялық стандарттар толықтай сәйкес келуі керек. Бұл өте күрделі және ұзақ мерзімді процесс. Қашан және қалай кіруі мүмкін? Теориялық тұрғыда Қазақстан ЕО-мен әріптестікті нығайтып, заңдарын еуропалық стандартқа сәйкестендірсе, жемқорлықпен күресті күшейтсе, адам құқықтары мен еркіндіктерін кеңейтсе, экономикасын әртараптандырса, ұзақ мерзімде мүшелікке кандидат бола алады. Бірақ бұл жол оңай емес, және 10-15 жыл немесе одан да көп уақытты қажет етеді. Пайдасы. Жұмыс ЕО елдерінде еркін жұмыс істеу құқығы қазақстандықтарға жаңа мүмкіндіктер ашады. Айлық еуропалық еңбек нарығына қосылған жағдайда жалақы деңгейі айтарлықтай көтерілуі ықтимал. Сауда Қазақстан тауарлары Еуропа нарығына кеденсіз, жеңілдетілген тәртіппен ене алады. Бұл экспортты арттырады. Экономика ЕО-дан инвестициялар мен заманауи технологиялар тарту жеңілдейді. Инфрақұрылым мен өндіріс дамиды. Туризм Еуропа мен Қазақстан арасында визасыз режим орнап, туристік ағым бірнеше есе өсуі мүмкін. Бәсеке. Еуропадан келген арзан және сапалы тауарлар отандық өндірушілерді қыспаққа алуы мүмкін. Заң өзгерістері ЕО талаптарына сәйкес келу үшін ұлттық заңнаманың бір бөлігін өзгертуге тура келеді. Баға өсуі еуропалық стандарттарға көшу кейбір салаларда өнім бағасын қымбаттатуы мүмкін. Экономикалық тәуелділік шешім қабылдау кезінде ұлттық дербестік азаюы ықтимал. Қорытынды. Қазақстанның Еуроодаққа кіруі өте ұзақ әрі қиын жол. Пайдасы да, қауіп-қатері де бар. Бұл қадам елдің болашағын түбегейлі өзгертуі мүмкін. Сондықтан мұндай шешім тек халықтың мүддесі мен ұлттық тәуелсіздік ескерілген жағдайда ғана қаралуы тиіс. Осындай видеолар ұнаса лайк басып, қолдап, комментарий жазып, бөлісіп тастайық.